Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, оқушылар. Бүгінгі ана тілі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде 7-ші сабақ дауысты және дауыссыз дыбыстар. Сабағымызды бастамас бұрын ережелерді қайталап шығайық. Сөз неден құралады? Дұрыс айтасыңдар. Сөз дыбыстан құралады. Дыбысты біз айтамыз, естиміз. Дыбыстар әріптер арқылы таңбаланады. Әріпті біз көреміз, жазамыз. Дыбыстар екіге бөлінеді. Дауысты және дауыссыз дыбыстар. Дауысты дыбыстарды атайық. А, ә, е, о, ү, о, и, у. Дауыссыз дыбыстарды атайық. Б, в, г, ғ, д, ж, з, и, к, қ, л, м, н, ң, п, р, с, т, ф, х, х, ц, ч, ш, щ, у. У бізде кейде дауысты, кейде дауыссыз. Егерде у әрпінен кейін немесе алдында дауысты дыбыс тұратын болса, ол дауыссыз болады. Егерде у дыбысының жанында дауыссыз дыбыс тұратын болса, ол дауысты болады, е? Жақсы. Бүгінгі сабағымызға көшейік. Бірінші жаттығу мәтінді мәнерлеп оқы дейді. Қыс. Бірге оқиық. Одан кейін өз бетіңмен қайталап оқы. Өзенді, көлді мұз жапты. Қалың қардан шөптің басы көрінбейді. Орман ішінен құстарды көре алмайсың. Қоян күндіз жасырынады. Түнде ғана жас ағаштарды кеміріп жүр. Қысты күні үй хайуанаттарына да бапсыз. Иелері жылы қораға шөп салып, бағып қағады. Адамның өзі де суықтан қорғанады. Үйіне от жағады. Жылы киім киеді. Міржақып Дулатов. Балалар, мәтінде кездесетін бапсыз сөзі жайсыз, қолайсыз, ыңғайсыз дегенді білдіреді. Ал енді айта қойыңдаршы, қыста орманда, өзен, көлде қандай өзгерістер болады? Дұрыс айтасыңдар. Орманды қалың қар басады. Шиқылдаған құстар көрінбейді. Өзеннің бетін мұз басады. Ал қыстың күні кейбір жануарлар ұйқыға кетеді. Қандай жануарларды білесіңдер ұйқыға кететін? Дұрыс айтасыңдар. Аю, борсық, тышқан, кірпі, тиін қыстың күні ұйқыға кетеді екен, е? Ал қояндар тек қана түнде өзінің азығын іздеп, ұсақ бұталарды кеміріп жейді екен. Әдетте біз айтамыз, е, қояндар жаздың күні қоңыр түсті, ал қыстың күні ақ түске өзінің тонын ауыстырады деп. Бұның себебі неде деп ойлайсыңдар? Келесі жаттығуымыз екінші жаттығу көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, сөздерді көшіріп жаз дейді. Қане сөздерді оқып көрейік.
қандай әріп қалып қойды? Өзен. Қандай әріп қалып қойды? Дұрыс, Е әрпін көп нүктенің орнына қойып, көшіріп жазамыз. Жұмыс дәптерімізге балалар, кейінірек көрсетемін. Келесі, күндіз. Қандай әріп қалып қойды д-дан кейін? Дұрыс айтасыңдар. Әрпі. Әрпін қойып, көшіріп жазамыз. Қысты күні. Қандай әріп? Дұрыс айтасыңдар. Киім. Қай әріп қалып қойды? Дұрыс айтасыңдар. Әрпі қалып қойды. Осы көшірген сөздерден қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз екенін айтып, астына дыбыстық талдау жасап қоюымызға болады. Дауысты дыбысты қызыл түспен, дауыссыз дыбысты көк түспен белгілейміз. Үшінші жаттығуға назар аударамыз. Бізде бүгін шығармашылық тапсырма берілген екен, сурет бойынша сөз жұмбақты шеш дейді. Бұл да бізде жұмыс дәптерінде берілген, суретке назар аударамыз. Бірінші тұрған не балалар? Атауын мына жерге жазамыз торкөздердің ішіне. Келесі, екінші суретте қандай зат тұр? Екінші деген бағаны жолға жазамыз. Және де үшінші суретте қандай құсты көріп тұрсыңдар балалар? Осы суретті құстың атауын мына жердегі торкөзге жазып шығамыз. Байқап тұрсаңдар, қою түспен белгіленіп тұр. Осы жерде қандай сөз шығады? Оқуымыз қажет екен, жоғарыдан төмен қарай қандай сөз шығатынын мән берейік. Жұмыс дәптеріміздің 9-шы бетінде көркем жазуға д әрпінің бас және кіші әрпі және жаңағы оқулығымыздың екінші жаттығуын орындауға арналған орын және үшінші жаттығуымыздың тапсырмалары берілген. Д әрпінің жазылуын көрсетейін. Бәріміз бірге қайталаймыз. Бұған дейінде әріптерді жазуды үйрендік, барлығын танимыз. Жазу жолының жоғарғы бөлігінен төмен қарай қиғаш сызық, төменгі сызыққа жетіп, артқа қарай қайырамыз. Домалақ етіп, жоғарыға көтеріп, басын қайырамын. Д. Осылай жолдың соңына дейін қайталап жазып шығамыз. 1, 2, 3, 4. Кіші әрпінің жазылуын қайталаймыз. Кіші әрпін жазу жолының ішіне жазамыз. Жоғарғы сызығынан сәл төменірек алып, с әрпін жазған сияқты бастаймын. Жоғарыдан имек, төменгі сызыққа кеп тоқтаймын. Жоғарыға келіп, қайтадан жоғарғы сызыққа тіредім. Енді келген жолмен қайтадан төмен түсіп, астыңғы сызықтың ортасынан кері қайырамын. Д. Байқасаңыздар, қолымызды үзбей жазамыз. Жоғарыдан 1, 2, 3, 4. Д. Жолдың соңына дейін аяқтап жазамыз. Дәптеріміздің 9-шы бетіндегі екінші жаттығуды осылай үтір арқылы жазып шығамыз. Менде жолға симағандықтан астына жаздым. Сіздердікі сиып тұрса, бір жолға жазып шығамыз. Бізде берілген дауысты, дауыссыз дыбыстардың қайсысы екенін айт деген айту ыңғайсыз, сондықтан осылай дыбыстық талдау жасап тексереміз. Сонымен балалар, ана тілі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақтарды қатесіз, толық орындай алады деп сенемін. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше.